бір ісі күнні су бойына келе. Шында яқындағына бір аш бүрі ері екен. Бәрінні көргәш ол шында оғанға ташланырға ұмтыла. Тек бұл құжым зақын түсін алсын үшін бүрі. Сен ұятсыз, мен ішәс суны болға тұрған ешік батыршылық еттің, дей. Сізден мен 100 адам түбен тұрып ішем, шуңа көре суны да мен болғатмын, дей. Бәрін. Демек, мен ұялғанлайым. Ах, сен юнсіз, deyip үкіре бүрі. Бүрі бәрін әлектіріп алу үшін енді тәмам дәлелері біткеш. Тек тұркышек. Арыдым енді тыңлап сөзің. Сен ғайыплы, шынки ашисың келе менің deyip қышқыра. Әйе, күшлі янында әр вақыт күшсіз ғайыплы шо. Икі аушы аю терісі сатарға ойлай. Аюны атмағаннарды әлі атарға ғына ойлайлар. Сатып алушыға тері бәғді етелер. Алдан ақшасын да алалар. Ашылар ішелерде қию атлап орманға кетелер. Кенетінінен олар қаршына аю келіп шыға. Аушыларының қорқудан аяқлары қалтыры башлай. Оларының бірсі тезгіне ағаш башына өрмелей. Екіншісі өлгенге салышып, 100 түбен жерге ята, қымшанмайда, суламайда. Оның янына аю келе, әйлендіре, есіней, аушы шақ қышқырып жібермей, түзе. Бәқітке аю өзі де қорқақ болып шыға. Шында ол кетіп те бара. Ағаш башындағы аушы ағаш башынан түше. Өлгенге салышқанында көзлерін ашып, аяққа баса. Ағаш башынан түшкені жерде ятқанынан сұрый. Аю сенің құлағыңа нәрсе айтты? Екіншісі, жерде ятқаны түксігіне жауап қайтара. Башта аюны өтірге керек, оннан сыңғына терісін сатарға керек дейді. Атылмаған аюның терісіне кім план ниет құрайынды, ішіне тұрмышқа ашырмыша кірімні бөлмейлер шол. Суда суал сән тілге келді. Балық, кішкіне болсам да ерме янымда, сақлан, мен қазыра ел сенің алдыңда. Балық күлді, хей, мен өзем қазыра ел, етам мен сені, кешеде көп мө еттім мен жемні. Балық дәртленіп, қапты суалшан, қармақ қаләкті, әм ятты шалқан. Кімде кім тұтмай ақылы кеңеш, шол мұрадына еш те ерішмәс.